Қазақ даласында 17-ші ғасырлардың ортасында Ер Жәнібек деген батыр өткен. Елін жаудан қорғап, жоңғарларға қарсы тұрумен тарихта аты қалған. Ер Жәнібектің бала күнінен айнымас серігіне айналған Көкдөнен деген тұлпары болған. Бірде бала Жәнібек нағашыларының ауылына қыдырып барып, сол ауылда үйір жылқының ішінен Көкдөненге көзі түсіп, таңдап алған екен. Аттың тектілігін тай кезінен таныған нағашылар да Көкдөненді қанша бергілері келмей, амалсыздан Көкдөненді жүгенімен Ер Жәнібектің қолына ұстатады. Бала Жәнібек көк құлынға өте көп уақыт бөліп, өз еркіне қарай тәрбиелеп, бір-бірін ыммен түсінетіндей дәрежеге жетеді. Жылдар, уақыт өте келе, сол Көкдөнен жоңғарлармен бетпе-бет келген шайқаста батырдың сенімді серігіне айналып, Қан-Жоса майданнан талай мәрте аман алып шығады. Күндердің күнінде қазақ қалмақ арасында Шорға деген жерде жан алысып, жан беріскен алапат шайқас болады. Екі жақтан да 10 мыңдаған жауынгер жер құшқан екен. Осы шайқаста қол бастаған Абылай ханның да аты отқа ұшып, қан майданда қара жаяу қалады. Хан атының құлағанын жанары шалып үлгерген Ер Жәнібек жан жағындағы жауды оқша жапырып, хан жанына келіп жетеді. Сөйтеді де астындағы атынан секіріп түсіп, ханның алдына көлденең тарта қояды. Ханға ойланатын уақыт қалдырмай, мінуге ұсыныс білдіреді. Ойнақтап тұрған атқа лезде мініп үлгерген хан батырына қарап, «Өзің жау қолында жаяу қалатын болдың ғой», деп налиды. Сол кезде Ер Жәнібек ханға назарын бұрып, «Мен өлсем қазақтың екі әйелінің бірі батыр табар, сіз өлсеңіз қалың қазақ хансыз қалар», деп екі жол өлеңмен ханды аттың үстінде қалуын көндірген екен. Қан майдан ұзаққа созылды дегенмен, одан Абылай хан да, оның батыры Ер Жәнібек те аман шыққан екен. Осы соғыстан кейін ел жұрт Ер Жәнібектің арғымағын, Абылайдың өзін құтқарған Көкдөнен деп аса қатты қадірлеген екен. Тіпті ел ішінде Ер Жәнібектің Көкдөнені деген күй бар деседі. Батырлардың ерлігі мен оларға адал серік болған тұлпарлардың тарихын өскелең ұрпақ біліп өссе қандай керемет. Сол батырлар сияқты боламыз деп рухтанып өссе, міне батырлардың есімі ұлықталғаны осы.